Жоқ, бәрі күшті. Бөлектеп жатқан ешкім жоқ қой. Жоқ. Тіпті Нұрсұлтанда. Араласпай-ақ қояйық. Аха, бұл сенің шешімің, араласпай-ақ қояйық деген. Шешім деп қояды, қоя салшы. Мен шешім дегенде қандай шешім емес, шештік па бар нәрсе? Жоқ, әше өзің кеше ала көзбен атып қарамай басын түсіріп кеше сөйтіп жүрген бұл. Сен оған былай айтсаң болады, ренжісең ренжіме де. Нұрсұлтан. Ренжісең ренжіме. Кеше Жасмина кетіп бара жатып саған бай-бай деп кетті ғой. Сол кезде бәлкім шешім қабылдаған шығар. Маған бір махаббатың ашып кетпеген шығар, ашып кетті. Сүйем сені, Нұрсұлтан. Болды, осы сөзің ешқандай үміт бермейді саған. Ана жақта оңғардың орнында тұрған диджей Эдисон. Майраның экс үміткері. Қалыңыз қалай? Қалайсыз, Камила ханым? Қалыңыз қалай? Кек қаптың. Қолыма түстің ба дедім жаңа сені көрген кезде. Майра қалайсың? Жоқ, әділетке не ғой? Сыртта көріп қалған кезде айтып жатырмын ғой, маған деген барлығы жаңағыдай әділеттен қашып кетті ғой деп сөйтіп тиіседі деп жатырмын да. Өзің айтшы деп ана сторисқа түсіріп алғанмын ғой. Бүгін енді әділет осы жақта жұмыста болғаннан кейін бүгін именно маған үміткер келіп қалса деймін да. Сол кезде бір күшті музыка қоясың ғой андай. Локти кусай деген музыка қойып қойшы шыққан кезде. Локти кусай ма біресе барады? Әділет қайда жоқ болып кеттің, соны айтшы. Негізі көп сенбейтін шығар. Жұмыстасың, иә? Иә, адам баласы болғаннан кейін отношение тоже хочется. Жас емеспін, ақшаның артынан қуалап жүре беруге де болмайды. Біразға барып қалдың. Түсіндіріп кетейін, енді негізі не болған. Сториске ойламастан бір Қытай еліне деп жестпен көрсеткен болатын. Майра кеше көңіл алып қалған болатын. Майраның өзінің тарапының атынан болды, то что ондай болса қоя салайық та осы жерден. Сен жұмысың көп. Мен жақта жай отырғанша сен күтіп, лучше мен үміткер қабылдап, өзім бақытты болып кетуге деді. Мен айттым, жарайды, керемет болды. Білесіз ба, бізде соңғы кездері мейрам болып отыр ғой. Дейін возвращение влюбленных деп құндыз қайтып оралып көре берсің мүмкін. Нұрлан, неге қайта-қайта айта бересіздер? Оның өзінің қарым-қатынасы бар. Өткенде мен сіздерге айттым ғой, өтініш етіп, біреудің сыртта жүрген адамның қарым-қатынасына кедергі болмаңыздар деп. Естімей қалғансың ғой, олай жасамаңыздар, иә? Бүгін Бексұлтан досым жалғызсырап отыр ғой. А Галина қайда? Білмеймін. Қалай сонда білмейсің? Кім білу керек? Иә, білмеймін, бір үйде тұрмаймыз ғой енді құрсын. Білмедім, келмеді. Хабарласып көрдім, азанда. Сонымен телефон тұтқасын алмады. Кеше сәл кішкене екеуміз ренжісіп кеткен болатынбыз. Уақыт керек дедік, шыны керек. Ашығын айтқанда, мен де мінезім онып тұрған жоқ, сен де мінезің онып тұрған жоқ. Екеуміз сол мінезді жұмыс жасап көрейік. Вроде нормально давайласып кеткенбіз. Редакцияға айтпақшы, хабарламапты Галина, мені қазір құлағыма айтып жатыр. Келген кезде енді іздейсің ғой? Білмеймін де, сосын мен де таңғалып қалдым. Сонда кеше ұйықтар алдында хабарласқан жоқсыздар ма? Біз мүлдем хабарласқан жоқпыз. Просто біз айтып тұрық қой, сөйлескен кезде қайтадан сол ұрысып қалдық. Сосын мен тұрып айттым, мен де мінезім онып тұрған жоқ, мен де сөйтіп ұстай беремін сен мінезінен. Лучше давай сен өзің басыл. Ертең мысалы эфирге келгеннен кейін шыққаннан кейін басқа нәрсе жұмыс жасап көр деген сияқты ғой, басқа жұмыстарына көңіл бөл деген сияқты. Және хабарласқан жоқсың ба не одан? Жоқ, мен азанда хабарластым келген кезде. Соң хабарласқан кезде трубкасын алмады, WhatsApp желісінде әлеуметтік желіден жазып жібердім. Анда звондапты, 3 рет, мен ол кезде көрмегем. Кім хабарласты? Галинадан 3 звонок келіпті маған. Қай уақытта? Сол азанда ғой, 11 жарымдарда. Мен қайттан звондадым, бірақ алмады. Сырт көзден қараса, екеулерің мінездерің бірдей да, саған кішкене басымырақ болу сияқты, сол кезде сен тыңдап, кішкене қас-қабақ қарайды. Жоқ, түсініктім ғой, Нұрлан, сен кешеде айттың, мен саған кешеде бөліскен болатынмын, осындай дүние болып тұр деген сияқты. Сендерде болды ма ол нәрсе деген сияқты. Мінезімді білесің ғой, бір жиналып келіп бір ашуланған кезде мен жек көріп кетіп қаламын да. Бірақ мен сол нәрсеге апармас үшін мен өзімнің мінезімді қалтама салып қойып, сабыр сақтап шешкім келеді. Бұл ең үлкен қателік сол ғой, негізі ең үлкен қателік ондай бізде де болды, мысалы, ұстап қалады да, бірақ сол кезде кішкене ақыл қосып, кішкене жібісең, бәрі нормально, сен просто тыңдады, сосын өзіңдікін нақты айтсашы. Андай басылғанын күту деген әңгіме, мен мысалы кеше сырттан эфир қарадым да, басылғанын қыздың қалай күтесің, егер сен сол қызды өзің сол состояниеға жеткізіп жатсаң, қайта пигінен шығарып, нервысын шығарып, сосын барып, мен көңілім қалады, мен бір кетсем оралмаймын деген сияқты қылып неге назданып отырсың? Ол сенің қас-қабағыңа вечно қарайды да жүреді ғой, сенің көңіл күйің жоқ болса, оның көңіл күйі жоқ болып, неге сен қайта олай жасайсың? Махаббат деген не сен үшін? Махаббат деген ол азынан кешке шейін ұрысып, машинаны теуіп, бір-біріңді ерқа шығару емес, соны білемін. Махаббат адам бір-біріне деген сыйластығы, махаббат ол махаббат и все. Деген нәрсе емес. Жоқ, оның ішінде бәрі болады. Қайсы біреуінде болмады ол нәрсе, качеля деген болады. Мысалы, Айжан мен Еркебұланда болды ма? Болды. Мен енді до конца шынына дейін апармай, қайсымыздікі дұрыс? Давай, мен де тығып қояйын, сен де тығып қой мінезіңді. Осы мінезді басайық, бірдеңе жұмыс жасайық деген дұрыс па? Әлде до конца қырылып, деп ренжісіп кеткен дұрыс па? Бексұлтанның ашуланып жатқанның да бір орны бар сияқты. Галинаның біз байқайтынша барлық өмірі смысл жизни деп айтады ғой. Бексұлтан болып кеткен да. Бексұлтаннан басқа оның бөлек бір андай сепарированный өмірі жоқ. Барлық уақытын, барлық өмірін, барлық каждый сағат минутын Бексұлтанның қасында өткізгісі келеді. И андай қыздың өзінің бөлек хобби болмаса, андай жігіттің қасында азынан кешке шейін жүре берсе, жігіттен де бір ығыр шығады сияқты, бәлкім сенің шығып жатқан ашуың осыдан шығар деп ойлаймын. Бексұлтанның бір байқағаным, мінезін қалтасына салып, манипуляция жасап сөйлеседі.
Бексұлтан көбіне. Сен де сол манипуляцияны қалтаңа салып мінезін шығаратын шығарсың мүмкін. Бұл жердегі екі жақтан да кінә бар деп тұрмын. Бір жақтан ғана емес. Бексұлтан да өзі айта кетті ғой, мысалы қара, Галина бір ренжітер бола ма, Бексұлтан бір нәрсеге бір ренжітіп или бір көңілінен шықпайтын нәрсе жасай ма, Галина оны уақытысында айтпайды. Жинап келіп бір күні соны шығарады да, и анда нәрсеге бәріне көніп жүреді. Оның алдында да біз айтып жүрдік қой, Галина сен неге вроде етің тірі пысық қызсың, бірақ әр нәрсеге бір нәрседен көңіл қалса, мейлі менікі дұрыс емес шығар деп көне береді да. И кешегі көліктегі мысалы жағдайды алатын болсақ, соған әкеліп тұрған жоқ па, жаңағы уже бір манипуляция кетіп жатыр да. Егер сен менің айтқанымды тыңдамайтын болсаң, онда мен типа секіріп кетемін деген нәрсе, ол уже жаман нәрсеге алып бара жатыр. Сен жоқ адамның артынан сөйлеп, өзің де көнгіш қыздың қатарындасың ғой, неге? Галина жақсы қыз. Жоқ, мен оны жаман деп айтып жатырмын. Жаман келтіріп жатсың, сен көне береді. Өзінің айналасында. Мен айтып жатырмын, ол наоборот пысық, еті тірі қыз деп жатырмын, көне бермесін деп жатырмын. Реніші бар ма, уақытысында айту керек деп жатырмын. Сол ақылыңды өзіңе. Айналайын мына жерде отырып пікір айтуға құқылымын. Бекіште көніп жүр, көнгеннен осылай жүр енді бір-біріне сыйластатып енді. Сыйластар ұрысқа кеткенмен ұрыс жағы аратай өрбіп жатыр, просто андай бір-бірін жоғалтудан қорқады, сол үшін осылай үндемей отыр енді. Бірақ жаңағыдай машина секірем дей ма? Лақтыра салшы, екінші жол секірмейтін болады. Нұрлан. Жоқ, ол ситуация алдында осыдан бір 2,5-3 апта бұрын болған нәрсе ғой. Ол кеше бір жақсы сөз айттыңыз ғой, Камал ханым, әдетке айналып кетеді дедіңіз ғой. Вот сол нәрсе болып жатыр бізде, әдетке айналып кетті шынымен. Чуть нәрсе кешегі Диананың несі әдет уже ұрыс шығып қайтадан айтып отыр. Осы нәрсені реттейік біз. Біз осы этаптан өтсек, значит нормальный семья боламыз. Бұл этаптан өтпесек, біз екі жаққа кетеміз. Ұрса береміз. Мен де біліп тұрмын мінезімді дедім. Менің де мінезім ұнып тұрған жоқ дедім. Сенің де мінезің деп жатқанда тырысты да қалды да қайтадан. Жарайды, мақұл дейді да. Сосын мен тұрып айттым, жарайды, қазір біз ұрыспай-ақ қояйық. Екі жаққа тып-тыныш кетейік. Ертең жолығамыз. Мінез любой қызда бар ғой, кез келген қызда бар. Бірін-бірін жақсы көрсеңдер ғана шығады ол нәрсе. Не деген мінез деймін да? Жарайды мінез, бірақ жауапкершілік деген қайда? Захотели пришли, захотели ушли. Менің ойымша, Бекіш пен Галина бір-бірлеріне жалқып кеткен сияқты негізі. Алғандай уақыт болды ма бірақ? Болды Камил ханым, айтайын ол уақытқа қарамайды даже. Егер де күнде бірге қасында жүретін болсаң адаммен, уже сөйлесе бересіңдер, әңгіме қалмайды да араларыңда. Ертең қалай отбасы боласыздар? Әңгіме қалмайды да Камил ханым. Көрші пәтерлерде тұрып отбасы боласыздар ма? Мен сондай арақатынасқа сенемін. Арақатынаста мүлде ұрыс болмайтын арақатынасқа сенемін мен. Бар шығар, бәлкім, білмеймін. Бірақ та ұрыс болатын арақатынаста ондай жалғау болады. Жалыққан кезде қыздың санасы болса, еркектің сәл ақылы болса, олар бір-біріне шыдап, сол этапты өтіп дальше кете береді негізі. Ұрыс білесің ба, қандай отбасыларда болмайды? Әбден ақыл тоқтатқан, өте ақылды ерлі-зайыптылардың арасында ұрыс болмайды, иә. Мен де мысалға сол екеуіне ұқсағым келеді, бірақ кейде Галинаға көбірек ұқсап кете беретін сияқты. Бекішқа айтқым келіп тұр. Ер азаматтар кішкене хитрее будьте, қыз қырсықты көрсетіп жатса, қырсықтықпен жауап берудің қажеті жоқ. Гүл бере салыңдаршы, сол кезде қыз ұялып қалады өзінің поступогынан. Ұрыс сайын гүл беретін болса, Бексұлтан 10 жылға алдын ала банкрот болады. Шақ-шұқ етіп әр нәрсеге ұрысып қала береді, ұрысып қала береді. Басында болды бізде ол нәрсе. Біз көңіл бөле саламын, оның бәрін мен қоя саламын, жұта саламын, бүйтіп еркелетіп жіберемін, алдаймын. Бірақ ер адамды да өздерің айтасыңдар ғой, алда жіберу керек деген сияқты. Біз сол алдауға алданып қалсақ, біз де мінезімізді қоямыз ғой. Кеше өзіне де айттым. Мен пикта тұрмын. Ақыл сұрайтын адамдардың бәрінен сұрап жатырмын дедім. Қырсыға берсе менен де әсел отпаймын ғой, давай мен саған гүл берейін, давай мен саған үйтейін бүйтейін. Ол одан сайын басым кетеді деп қорқамын мен. Ары қарай ушықпай-ақ қойсыншы деймін да, ашуланбай-ақ қояйын. Болды, все. Давай мінезімізді басып алайық. Все, ертең жолығамыз, нормально все. Иә, дұрыс, айналадағылардың кеңесін сұраңыздар және расымен де керегін алып қалып, керек емесін ысырып тастаңыздар. Галина ренжіп жатқан сияқты Бексұлтанға кешегі студияда болған жағдай бар. Телефон тұтқасын әлі де көтермей жатқан сияқты. Менің саған кеңесім, мен сондай шегіне жеттім, болды тоқтатам деп тоқтатып тастап жүрме. Ізде тап, енді бәрібір бір-бірлеріңізді жақсы көресіз. Алла тағаланың маңдайларыңа жазғаны бір болады да, көреміз алдыңғы уақытта не болатынын.